Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен әсіптің, яғни әсіп бұжы рецептімен бөлісемін. Әсіп бұжы бізде бұрыннан келе жатқан тағам, яғни бұны пісіріп алып дастарханға қоюға, яғни холодный есебінде қоюға болады. Күнделікті пісіріп тағаммен жеуге де болатын рецепт. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Бізге керегі жүрек, бүйрек, ішмай, жуа және әртүрлі специялар, яғни приправалар қажет. Барлығын осылай мясорубканың көмегімен, яғни ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Алдымен бірінші жуаны өткізіп алған дұрыс. Жуа өйткені сулау болып келеді, сондықтан да ең бірінші соны өткізіп алған дұрыс деп ойлаймын. Мен мінекей осылай жуаны, яғни әр нені өлшеп алдым да, грамдап. Жуаны, бас жуаны осылай ет тартқыштың көмегімен өткізіп алдым. Одан кейінгісі іш май, яғни майды өткізуіміз керек. Май өткені жаңағы мясорубканың ішінде жағылып, майлардың бәрі қалып қояды. Сондықтан іш майды өткізіп алған дұрыс ең бірінші. Жуадан кейін осы іш майларды өткізіп алдым барлығын. Одан кейін жүректі өткіземіз, яғни жүректі кәдімгі ет сияқты тәтті болады. Сондықтан бұған өкпе не бауыр қоспаймыз, тек қана жүрек пен бүйректі қосамыз. Сол кезде кәдімгі фарштан жасаған сияқты болып көрінеді. Мінекей бәрін мен осылай тартып алдым ет тартқыштың көмегімен. Осының барлығын қолдарыңыздың көмегімен араластырып шықсаңыздар болады. Одан кейін күріш, әсіпке міндетті түрде күріш салынады. Күрішті қосамыз. Барлығын специялардың бәрін қосып шығамыз. Одан кейін суын құямыз. Азғантай әсіпті неге құйған кезде, шекке құйғанда су жаңағыдай сұйықтау болу үшін су құямыз. Сұйық май, әртүрлі специяларымыз, қызыл бұрыш, паприка, тұзды қосамыз және чеснокты үккіштен өткізіп аламыз. Неге теркіден өткізіп алып, бұны да қостым. Осылай қолымыздың көмегімен барлығын біркелкі қылып араластырып шығамыз. Барлығы біркелкі болуы керек араластырған кезде. Баста жаңағыдай бірігіп, әр жерде қалып қоймай, бірігіп шығу керек. Екі қолдарыңызбен осылай барлығын қолыңызбен неғып шығамыз, біріктіріп шығамыз бастарының бәрін. Осындай біздің әсіптің салмасы дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қатты қою да емес, сұйық та емес, бір қалыпты масса болып шықты. Бұны енді ішекке саламыз, яғни сиырдың ішегіне саламыз. Сиырдың ішегі болсын, жылқының ішегі де, түйенікі де болады. Бірақ енді оларды ұзағырақ қайнатасыздар сиырдың ішегіне қарағанда. Өйткені ол ішектер қалың болады. Енді осыны арнайы менде шприц жоқ. Сондықтан осы баклажканың кесіп салып шығамын. Неге? Баклажканы кесіп кигіздім де ішекті осылай қасықтың, вилканың көмегімен теріп отырып салып шықтым. Осылай ішегіміздің бәріне салып шығамыз. Сіздерде шприц болса, сонымен мясорубканың көмегімен салуға болады. Мен осылай баклажканың көмегімен салып шықтым. Барлығын бәрін біркелкі салғаннан кейін төменге жағына қарай ысырып отырамыз етімізді, бір жерде тұрып қалмас үшін. Дайын болған ішектерімізді мінекей осындай болды. Дайын ішектеріміз. Енді бұларды әр жерінен өздеріңізбен жаңағыдай ішектің өзімен, әсіптің өзімен өлшеңізді, сызғышпен де өлшеуге болады. Біркелкі қылып ортасынан қатты жіппен байлап шығамыз. Мен мінекей шпагат жіппен көмегімен байлап шықтым. Бәрін біркелкі бірдей болып шықты әсібіміз. Пісіргенде де, дастарханға қойғанда да әдемі болып көріну үшін осындай әсіптеріміз бірдей болған дұрыс, размерлері бірдей болған дұрыс. Әдемі болып көрінуіне дастарханға қойған кезде жақсы. Барлығын осылай беліне ортасынан байлап шығып, мінекей осылай өлшесеңіздер де болады. Көз мөлшерімен өлшеуге де болады. Сызғышпен өлшеп қойсаңыздар да болады. Оның
айырмасы жоқ. Бастысы әйтеуір шағын болғаны жақсы дастарханға қойған кезде. Барлығын байлап шығып, енді бұны үлкен ыдысқа салып, яғни ауасын шығарып алсаңыздар болады. Бірақ ауасын шығармаса, қайнап атқан кезде шығарсаңыздар, су ыстық сорпасы атылып, яғни күйіп қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан бірден осы жерде иненің көмегімен ауасын шығарып аламыз барлығын. Содан кейін табаққа салып, үстіне салқын су құйып, 1 сағат көлемінде қайнатамыз әсібімізді. Бәрін пісіп болған әсіптеріңізді ыстықтай сорпасымен жей берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, каналымды қолдап кетіңіздер.